Құл ақысы. Кітаптарда Аллаху Таала күнәларды екіге бөлгендігі айтылады. Біріншісі, өзі мен құлдар арасындағы күнәлар. Екіншісі, адамдардың бір-бір арасындағы күнәлар, яғни құл ақылары. Өзі мен құлдар арасындағы күнәларға мысал ретінде жүніп кезде мешітке кіру, немесе Құран кәрімді дәретсіз ұстау секілді құл ақысы араласпаған күнәлар айтылады. Мұндай күнәлар шарттарына сай тәубе етілсе, кешірілетіні білдірілген. Мәселен, Құран кәрімді дәретсіз ұстауға болмайтынын білмеген адам, мұны білгеннен кейін тәубе истиғфар етсе, Аллаху Таала қабыл етеді делінген. Аллаху Таала өзі мен құлы арасындағы күнәларды кешіреді, немесе жазалайды. Бұл Раббымыз білетін іс. Бірақ құлдар арасындағы күнәларда міндетті түрде әділет болады. Яғни, ақыретте құл ақыларынан бәрі есепке тартылады. Бұхариде өткен хадис шәрифте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: мойнында құл ақысы болған адам өлмей тұрып ақысын өтеп халалдассын. Өйткені ақыретте алтынның, малдың қадірі болмайды. Ол күні ақыларын өтеп болғанға дейін өз сауаптарынан алынады. Сауаптары қалмаса, ақы иесінің күнәлары оған жүктеледі. Мүслимде өткен хадис шәрифте былай делінеді: муфлис, яғни банкрот деген мына адам қияметте амал дәптерінде өте көп намаз, ораза, зекет сауаптары болады. Бірақ кейбір адамдарға түрлі жолмен зияны тиген. Сауаптары бұл ақы иелеріне беріледі. Ақыларын өтеп бітпей тұрып, сауаптары таусылса, ақы иелерінің күнәлары мұның мойнына жүктеліп, тозаққа тасталады. Аллаху Таала құлдары арасындағы күнәлардың махшар күні құрылатын сотта шешілуін тағдыр еткен. Ол жердегі сотта мүйізсіз қошқар, оны сүзген мүйізі бар қошқардан ақысын алады. Осыншалықты нәзік әділет бар. Кәпірдің ақысы, тіпті жануар ақысының да сұрауы болады. Жануар ақысын өтеу мұсылман ақысынан, ал кәпірдің ақысын өтеу жануар ақысын өтеуден де қиынырақ болады. Ертеректе Әндалус патшаларынан бірі сарайының жерін кеңейту үшін біреудің жерін әділетсіз түрде тартып алады. Жердің иесі қазыға барып шағымданады. Қазы ойлана келіп, қолына бір қаппен күрек алып, патша сарай тұсындағы тартып алынған жерге барады да, сол жерден топырақ қазып, қапқа сала бастайды. Мұны көрген патша таң қалады. Топырақ алатын басқа жер құрық қалды ма? Неге бұл жерді қазып жатыр екен? Деп бақылай бастайды. Қазы қапты жартылай толтырып, ендігі арқалап алмақ болады. Бірақ көтеруге күші жетпей әлек болады. Сосын қапты жерге қойып, одан сайын тағы нығыздап толтыра бастайды. Патша бұрынғыдан да қатты таң қалады. Көтере алмағанымен қоса, тағы толтырып жатқаны несі? Деп ойлайды да, төмен түсіп қасына барады. Қазы мырза, мына қартайған шағыңызда топырақты не істейін деп едіңіз? Көтере алмағаныңызбен қоймай, одан сайын толтырып жатырсыз, дейді. Сонда қазы: патшам, меніңкі кәріліктен ғой. Бір қап топырақты көтере алмадым. Ал сіз ше, ертең ақыретте мына бақшаның жерін арқаңызда көтеріп тұра аласыз ба? Мына нақақ жерлер ақыретте құл ақысы ретінде қарсыңыздан шыққанда қайтесіз, дейді. Патша қазының өзіне ғибрат беруге келгенін түсініп: дұрыс айтасыз, мен артық кеттім, деп жерді иесіне қайтарып берген екен. Аллаху Таала әр еңбек еткен адамға еңбегінің, әр жақсылық істеген адамға жақсылығының, және әр жамандық істеген адамға да жамандығының нәтижесін, қайтарымын әлбетте береді. Ешкімнің жасаған жақсылығы немесе жамандығы жауапсыз қалмайды. Зилзал сүресінің 6, 7 және 8 аяттарында: ол күні адамдар амалдарының жемісін көру үшін топ-топ болып есеп орнына барады. Кімде-кім түйірдей қайырымдылық жасаған болса, оның сыйын көреді. Ал кімде-кім түйірдей жамандық жасаған болса, оның жазасын көреді делінген. Бір күні Аббасилердің патшасы Харун Рашид, сол заманның ғалымы, әулиесі болған Бәхлүл Дана хазіретті қала ішіндегі дүкендерге бақылаушы етіп тағайындайды. Содан хазіреті Бәхлүл Дана міндетіне кірісіп бітеді. Көшеде бір баланы қолындағы дорбамен көреді. Дорбада не бар екенін сұрағанда, дүкеннен шекер сатып алғанын айтады. Ол заманда шекер өте қымбат болатын. Екеуі бірге дүкенге кіреді. Бәхлүл шекерді таразға тартып көргенде, шекер мөлшерден сәл асып тұрады. Неге артық өлшегенсің, дейді сатушы. Балалар көбінесе үйге барғанша аздап жеп барады. Үйге жеткенше азайып қалмасын деп артығымен салам, дейді. Тұрмыс тіршілігің қалай деп сұрайды. Аллахқа шүкір, барлығы жақсы, бәрі жеткілікті, дейді. Дүкеннен шығып басқа адамның қолындағы дорбаны көреді. Қолыңыздағы не дегенінде? Пәлен дүкеннен ет алдым, дейді. Бірге сол дүкенге барып, етті таразыға тартқанда, еттің өлшемі кем шығады. Хазіреті Бәхлүл: тұрмыстарың қалай деп сұрайды. Сатушы: жағдайымыз мүшкіл, қарызға батып қалдық.
отбасымызда тыныштық жоқ. Етті кем өлшеп қарыздарынды жабуға тырысып жүретін деп ақталады. Бұдан кейін Хазіреті Бәхлүл тікелей патшаға барады. Мен мына міндетімнен бас тартамын дейді. Таң қалған патша, неге бас тартпақсың деп сұрайды. Сонда Хазіреті Бәхлүл, патшам, жаратқанның бақылауының жанында менің бақылауым түкке жарамайды екен дейді. Яғни, хақ тала өзі бақылап, әркімге пиғылына қарай сыйы мен жазасын беруде дегенді айтқан екен. Адамның дүниеде көретін қиыншылықтары да күнәларына кәфарат, яғни кешірім болады. Хакимде өткен хадис шәрифте адам істеген күнәларының кесірінен рызықтан махрұм қалады делінген. Яғни, күнә істеген, қолық істеген адамның табысында береке болмайды. Өмірі қиындықтар арасында өтеді дегенге ишара бар. Тағы да хадис шәрифтерде былай делінген. Құлдың күнәсі көбейіп, оны жоятын жақсы амалы табылмаса, оған қиыншылықтар келіп, күнәларына кәффарат, кешірім болады. Мүмін ауырып жазылғанында, ауруы күнәларына кәффарат болады. Әр қасірет кешірілетін бір күнә үшін келеді. Осы хадис шәрифтерде айтылғанындай, күнәлар осылайша дүниеде тазармаған болса, ақыретте тазаланады. Ал ақыретте тазалануы өте қиын және азапты болады. Иман келтірмегендер, күнәсі көптер тозақта жан айғайға салады. Я Раббым, бізді қайтадан дүниеге жібер, мүлдем күнә істемейміз, тек қана ғибадат жасаймыз дейді. Оларға, сендер онсыз да сол жақтан келмедің берме деп жауап беріледі. Сондықтан аса мұқият болуымыз қажетті. Ең маңызды нәрсе құл ақысынан аулақ болу. Харам атаулдан ұзақ болу керек. Құл ақысына нелер жатады? Қысқаша соған тоқталайық. Ұрлау, тартып алу, өзгенің мүлкіне зиян келтіру, өтірік куәгер болу, пара алу, қулық жасау, қарызын қайтармау, өзгені ренжіту, ұру, соғу, қандай да бір мүшесіне зақым келтіру, адам өлтіру, жала жабу, өсектеу, мазақ ету, қол астындағыларға, бала шағасына мұсылмандықты үйреттеу, немесе дін ілімдерін үйренуге, ғибадат етуіне кедергі болу, және тағы басқа күнәлар бар. Бұлардың барлығы құл ақысына жатады. Құл ақысына тағы көптеп мысал келтіруге болады. Өткенде бір кісі айтады. Бір әйел балконына шықты да, үлкен пакеттегі қоқысты далаға лақтыра салды. Ілгерде қоқыс контейнерлері бар еді. Соған көздеген болса керек. Бірақ оған жетпеді. Қоқыстары жолға төгіліп, жан-жағына шашылды. Айналаны ластап, адамдарға ыңғайсыздық туғызғаны үшін құл ақысын жеген болды. Немесе көлікпен жүреміз көбіміз. Кейде байқаусызда біреуді қысып кетуіміз мүмкін. Немесе реті келсін келмесін сигнал баса беретіндер бар. Түннің жарымы деместен аулада әуенді бақыртып қойып отыратындар бар. Өзге адамның мазасын алған сайын құл ақысы өтті деген сөз. Сол ауладағы қанша адамның мазасын алсан, сонша құл ақысын арқалаған боласын. Сондықтан адамдарға қиындық туғызбай, керісінше қолынан келгенше жақсылық жасауға тырысу керек. Мысалы, жолда ірі тас жатса, жүргендер шалынып құламау үшін шетке ысырып қойсан, сауапты іс болады. Адамдарға күлімдеп мәміле ету, жол сұрағанға көрсетіп жіберу, бұлардың барлығы садақа сауабы болады. Садақа тек ақшамен шектелмейді. Осындай жақсылықтар да садақаның сауабын береді. Құл ақысынан құтылу үшін иесімен халалдасу керек, яғни иесінің кешірімін, разылығын алу керек. Дүниеде халалдаспаса, ақыретте сауаптары оған беріліп халалдасады. Мүліктің иесі өлген болса, оның мұрагеріне өтейді. Мұрагері жоқ болса, немесе иесі белгісіз болса, салих бір кедейге сыйлық ретінде беріп, сауабын ақы иесіне бағыштау керек. Дүниеде халалдасу оңай, кешірім сұрап, жалбарынып, қолынан келгенше ақша беріп дегендей кешірім алудың жолы бар. Ақыретте болса, өте қиын болады. Құл ақысының, күнәлардың өтемі ақыретке қалса жағдай қиын. Өлім сәтінде, қабірде, махшарда, позақта бұлардың жазасы ауыр болады. Хазіреті Фудайл бин Аяз бұрындары, яғни тәубеге келместен бұрын, қарақшылықпен айналысқан екен. Қарақшылардың басшысы болатын. Бірақ кімнен не тонаған болса, бәрінің есімін, елін, не алғанын дәптеріне жазып жүрген екен. Күндердің күнінде тәубеге келеді. Ақыретке құл ақысымен бармау үшін ел аралап ақы иелерінің есігін қағып, кімнен не алған болса, бәрін иелеріне артығымен қайтарады. Сонымен қатар жан-жаққа хабар таратады. Кімнен не алған болсан, менен алсын деп. Ақысын талап етіп келушілер арасында өтірікшілер де болыпты. Алайда дәптеріне қарап, өтірікшілерді әшкерелеп отырған екен. Ең соңына қарай бүкіл мал мүлкі таусылып, бір яһудидің берілетін ақысы қалады. Оған барып, саған беретін ақшам қалмады, мені құлдыққа апарып сат, немесе саған өмір бойы құлым болып өтейін деп жалбарынады. Тіпті есігінің алдынан кетпей қояды. Яһуди оған су әкел, отын жар, анау үлкен төбешікті тегістеп кел,
бақша егетіндей етіп, топырағын қопсытып кел деген сияқты ойына келген жұмыстарды тапсырады. Хазіреті Фудайл бин Аяз бұлжытпай орындап жүреді. Яхуди таң қалады бұған. Шынайы тәубеге келген екен ғой деп ойлап тұрғанда, Тәураттан оқығандары есіне түседі. Шынайы тәубе еткен адамның қолындағы тастар алтынға айналады деп оқыған болатын. Осы оқығандарын сынап көрмек болады. Фудайл бин Аязға: менің қолыма алтындар түспейінше разы болмаймын. Пәлен жердегі қуыста алтындар болуы керек. Соларды маған әкеліп бер дейді. Өзі одан бұрын ол жерге тастарды салып қойған болатын. Хазіреті Фудайл айтылған жерге барып, қолын салып, шығарғаны алтын болады. Өзі салған тастардың алтынға айналғанын көрген Яхуди: мен ағымды халал еттің, кешірдің, сенен разымын деп құшақ жая қарсы алады. Мен сені сынаған болатынмын, сенің тәубең де шынайы, дінің де шынайы екенін түсіндім деп мұсылман болады. Ақыретке құлақсымен кетпеу осыншалықты маңызды. Хазіреті Имам Раббани: біреуден әділетсіз алынған бір тиынды иесіне қайтару мыңдаған ақшамен садақа беруден әлдеқайда сауапты. Кімде-кім пайғамбарлардың ғибадатын орындаса, бірақ мойнында біреудің бір тиындық ақысы болса, сол бір тиынды өтемейінше жәннатқа кіре алмайды деген. Хазіреті Ибн Абидин: бір даңқ, яғни жарты грамм күміс ақы үшін жамағатпен оқылған қабыл болған 700 намаздың сауабы алынып, ақы иесіне беріледі деген. Яғни ақыретте жарты грамм күмістің өтемі үшін 5,5 ай жамағатпен оқылып қабыл болған намаздың сауабы алынады деген сөз. Ал егер құл ақысы одан да көп болса, бүкіл ғибадаттар кетіп, ғибадаттар таусылса, оның күнәлары қарыздар адамның мойнына жүктеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сырат көпірінде әр мұсылман 7 сұрақтан, яғни иманнан, намаздан, оразадан, қажылықтан, зекеттен, ғұсылдан және құл ақысынан есепке тартылады. Құл ақысына қатысты сұрақтан күнәсіз болса да, тіпті пайғамбарларда қорқады деген. Пайғамбарымыз қайтыс боларына жақын күндердің бірінде намаздан кейін сахабаларына қарап: ей мүміндер, Аллах үшін кімнің менде ақысы бар болса, келіп қияметтен бұрын осы жерде алсын деп 3 рет қайталайды. Осы кезде жасы үлкен сахаба Хазіреті Укаша радиаллаху ан Расулуллахтың жанына барып: Тәбук соғысынан қайтарда мен сізге жақындаған сәтте арқамнан қамшымен ұрдыңыз. Түйемізді қамшыламақ болғанда маған тиіп біткен еді дейді. Пайғамбарымыз: я Укаша, Аллаху Таала сені Расулының әдейлі бұрғаннан сақтасын. Біләл, қызым Фатиманың үйіне бар, әлгі қамшыны алып кел деп бұйырады. Сахабалардың бәрі дерлік: уа Укаша, Расулуллахты ұруына разы бола алмаймыз. Кел, ақыңды менен ал. Қаласаң 100 рет ұр, бірақ Расулуллахты ұрма деп жанталасты. Пайғамбарымыз оларға: сендер отырыңдар. Аллаху Таала сендердің жоғарғы дәрежелеріңді біледі деді де. Сосын: я Укаша, кел, ұр деді. Укаша радиаллаху ан: я Расулалла, сіз мені ұрған кезде менің денем ашық болатын деген соң пайғамбарымыз мүбәрәк арқасын ашты. Осы кезде Хазіреті Укаша пайғамбарымыздың арқасындағы пайғамбарлық мөрін көріп: я Расулалла, ақысын алу үшін сіздің мүбәрәк арқаңыздан ұрып қысас жасауға кімнің батылы барады деп мөрді сүйіп алды. Сонда пайғамбарымыз: жоқ, я ұрасын, я кешіресің дегенінде Укаша: жаным сізге құрбан болсын, я Расулалла, кешірдім. Ал Аллаху Таала мені қиямет күнінде кешіре ме деді. Пайғамбарымыз: кім менің жәннаттағы досымды көргісі келсе, мына қартқа қарасын деді. Расулуллахтың бұл мүбәрәк сөзін естіген сахабалар: қандай бақыттысың, қандай бақыттысың, я Укаша. Расулуллахпен бірге болу құрметіне, жұмақта жоғары дәрежелерге қол жеткіздің десті. Қорыта айтқанда, ешкімнің ала жібін аттамауға, ешкімнің ақысын жемеуге мән берейік. Аллаху Таала бәріміздің адал болуымызды, құл ақысын жеуден аулақ болуымызды нәсіп етсін. Әмин.